Нұрдың Шиш пайғамбарға көшуі. Кейін адам ата мен Хауана жұмақтан қуылып жерге түскен кезде де екеуі екі жақта жүріп, жылаудан көз жастары құрғамады. Тілдері Құдайдан кешірім тілеуден босамады. Адам ата қайғыдан басын көтере алмады. Бір күні Алладан, «Ей адам, көтер басыңды» деген әуез келді. Адам жоғары қарап еді, бір заманда өзі мекендеген пейіштің маңдайшасынан «Ла илаха иллалла Мұхаммад Расулулла» деген жазуды көрді. Сонда адамның Хауананы алған кезде Мұхаммедке 10 рет салауат айтқаны есіне түсіп, егіліп жылады. «Я Алла, мені ақырдың пайғамбары Мұхаммедтің құрметіне күнәмді кеш» деді. Сонда Алла тағала, «Кештім. Мұхаммедтің шарапатынан бүкіл ұрпағыңның күнәсін кешіріп, пейішке қайта кіргіземін. Дидарымды көрсетемін. Бірақ шарты бар. Ұрпағың хақтың жолына бекем болсын. Мұхаммедке салауатты көп айтсын» деді. Осыдан бастап, егер пенде күнә жасап қойса, қашан ол Мұхаммедке салауат айтпайынша, оның күнәсі мағрифат етілмейтін болды. Адам ата дүниеден өтерінде Шишті шақырып, Алланың осы сөзін ұлына өсиет етті. Ол, «Әй Шиш, бұл өсиетті жадыңа тоқып ұрпағыма жеткіз. Бұл жаһанға жан беріп, тіршілікке мән беріп тұрған бір ғана Мұхаммедтің рухы. Барша ғалам тағдыры соның рухына ғана байланған. Бұл дүниені ақырға дейін рахметпен ұстап тұрудың жалғыз ғана жолы бар. Ол жол Мұхаммедтің әділдік жолына адал болып қалу. Сондықтан да оның нұрын көздің қарашығындай сақта» деді. Сосын ұлына жұмақта көрген өзінің естеліктерін айта бастады. «Мен жұмақта аралап жүріп, Мұхаммедтің есімі жазылмаған бірде-бір зат көрмедім. Оның аты әрбір ғимаратта, әрбір бөлмеде, әрбір жемісте, әрбір гүлде жазылып тұрды. Тіпті аршы мен күрсіде, лаух пен қаламда да оның құрметті есімі жазылған» деді. Сол кезде Шиш, «Әке, сен екеуіңнің қайсысың артықсыңдар? Сен абзалсың ба, ол абзал ма?» деп сұрады. Адам оның сұрағына жауап бермей үнсіз қалды. Шиш әлгі сауалын 3 рет қойды. Сол кезде барып адам, «Әй Шиш, маған Алла тағала былай деді: әлемдегі барлық нәрсені сен үшін жараттым. Бірақ сенің өзің Мұхаммедтің құрметіне жаратылдың. Егер Мұхаммед болмағанда, сен де топырақтан адамға айналып, Алланың халифасы деген ұлық мәртебеге жетпес едің. Ертең қияметте барлық пайғамбарлар алдыңғы сапта үмбетімен бірге тұрады. Мен сол кезде Мұхаммедтен 2 саты кейін тұрамын. Әке, неге екінші болып сіз тұрмайсыз?» Себебі екінші сапта оның зайыбы Хадиша тұрады. «Оның зайыбының да дәрежесі сенен ұлық па?» деп сауал қояды. «Иә, Хадиша Әблістің азғыруына ешқашан ермеген. Керісінше ол сайтанмен күресте еріне сүйеу болған. Ал менің зайыбым Әзәзілдің азғыруын дер кезінде ақылмен айыра алмады. Оның тіліне еріп, мені де қара басты. Алланың тыйым салған бидайын жеп қойдық. Екіншіден, өзің де жақсы білесің. Адамның жүрегінде бір сайтан және бір періште болады. Мұхаммедтің жүрегінде қос періште қатар отырды. Яғни оның сайтаны одан жеңілді. Иман келтіріп, мұсылман болды. Мұхаммедке серік болып, періштенің қызметін атқарды. Ал менің сайтаным өле-өлгенше менімен қастасып өтті. Жұмақта жүргенде бір әсем дауыс естейтінмін. Сосын Алладан, «Я Тәңірім, бұл қандай дауыс?» деп сұрадым. «Бұл Мұхаммед нұрының зікірінің дауысы» деді. Мен ол нұрдың дауысын естігенде барша денем балқып, бір ләззатты күй кешетінмін. Сол нұрға барғым келді. Барайын десем, 500 жылдық қашықтықта екен. Жете алмадым. Жұмақтан қуылған соң, өзекті өртеген өкініштің бірі сол дауысты естімейтіндігім болды. Жұмақта жүргенімде нұрдың миск сияқты жұпар иісін сезетінмін. Ол жаныңды рахатқа бөлейтін. Барша періштелер оны құмарлана жұтатын. Жерге түскен соң, сол нұрдың иісін сағынып, 40 жыл ұйықтамадым. Өкініштен запыран жұттым. Көңілден кетпеген арманның бірі осы» деді.